Ойын құмар күйеу балам қызымды ұрлап әкетті. Із-түссіз кеткеніне қанша уақыт болды? 5 марттан міне 4 пен 5-тің арасында шыққан, содан бері міне. Тұрмысқа шыққан, иә? Тұрмысқа шыққан. 2-3 рет ада түстім. Күйеу бала ұрған ғой. Ұрып жұмысқа шығармай. Не үшін күйеуі дәл осынша етіп қол көтерген? Қызғаныш болды ма деп ойлаймын, күйеу бала. Соң былай орамалын салып өзін-өзі бүйтіп жамылып жүріпті. Қызым атынан салоннан машина алып мініп алыпты. Кім? Күйеу бала. Бала жаңағы азартный ойындарға берілген бала. Азарттық ойындарды ойнайтын бала. Сондай бір себеп бар. Бұл ақпарат қайдан алдыңыз? Бұл ақпаратты әпкем берді. Алима айтты ма? Алима айтты. Сол үшін басындағы бірінші айқай шу, ұрыс керіс. Және сол себепті несие алдырған ба? Иә. Оның барлығы сол үшін. Бір айдан кейін жаңағы неше түрлі өнерлерін шығара бастады кейін. Жатып темекі тартып жатады үйде. Психологиялық не бар екеуінде де? Травма бар. Атамның көзі түскендіктен атам үйдегілерден қорғанып тақтым деген орамалды. 25 жасар келіншек ұшты күйлі жоқ. Алматылық Алима Үмбетжанова 5 наурыз күні ата-анасының үйінен шығып қайта оралмаған. Жақындарының айтуынша жолдасынан таяқ жеген оның соңғы күндері көңіл күйі болмаған. Ең қызығы, көп ұзамай Алиманың заңды некедегі жолдасы Нұрмұхамбет Шакировтың да із-түссіз кеткені белгілі болды. 3 айдан бері ұшты күйлі жоғалғандар қайда жүр? Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз. Сіздермен Руслан Өтепбай. Алдымен экранға зер салайық. Мен талпынсам тас болар, мен мұңайсам жас болар. Ағасы бар деп менен жаудың өзі жасқанар. Ағасын асқар таудай пана тұтқан Алима Әлмекті қандай жау алғаны белгісіз, бірақ жоғалғаны анық. Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Жамбыл ауылындағы төркінінен шығып кеткен жас келіншек наурыз айының 5-нен бері хабарсыз. Анасы сол күні отбасылық ырың-жырыңнан шаршаған қызынан сыр тартып сөйлеспегеніне өкінеді. Телефон қолында болып, кішкене үйдегенде жылап алды. Артық әңгіме сөз айтпады. Мен де қатты оған тартып сөйлеспедім. Қыздарын күте-күте шаршаған Үмбетжановтар отбасы наурыз айының соңында полицияға, сәуір айында прокуратураға арыз түсірген. Бірақ ешқандай нәтиже болмапты. 3 ай өтсе де қызының не тірі, не өлі екеніне көз жеткізе алмай күйінген ата-ана енді көремізден көмек сұрап отыр. Менің қызымды ботақан тауға көмектесеңіздер. Қолғабыстарыңыз тигізсеңіздер дейміз. Бір қызығы Алима Әлмек жалғыз жоғалмағанға ұқсайды. Оның келін болып түскен шаңырағына барғанымызда тілшімізбен есіктің қалқасында тұрып сөйлескен қайын енесі ұлының қайда екенін білмейтін болып шықты. Жоқ, сіздің балаңыз үйде ме сонда? Менің балам жоқ, дұрыс кетті, келініміз звондап алып кетті. Сіздер іздемейсіздер ме сонда? Істемеймін, взрослый люди не істейміз деп. Ерлі зайыптылар бірге жоғалған ба? Күйеу жігіттің ата-анасы неге бейхам? Прокуратура із-түссіз кеткендерге қатысты қылмыстық істі не үшін өзге бапқа ауыстырды? Көреміз. Айдың күннің аманында 25 жасқа толған қызым ұшты күйлі жоғалды деп көремізден араша сұрап келіп отырған әке Жексен Алы Үмбетжановты студияға шақырамын. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, аға, амансыз ба? Жайғасыңыз. Аға, әуелі Алла, одан кейін ақпаратпен қолдаймыз. Студияда сарапшылар бар. Еңсеңізді тіктеп ұстаңыз, иә? Өйткені студияға шығып көрініп тұр енді. Бүкіл уайым, қайғы. Қанша балаңыз бар еді? 4. 4. Алима қаншасыншысы? 3-шісі. Қыздан жалғыз ба? Жоқ, үлкен әпкесі бар. Әпкесі бар ма? Үлкен қызым бар. Толық жасы? 25-ке толады келесі айдың 25-інде. Жалпы із-түссіз кеткеніне қанша уақыт болды? 5 марттан міне. 5 март 4 пен 5-тің арасында шыққан, содан бері міне. 5 наурыз күні жоғалды. Иә. Жоғалғанын қашан білдіңіздер жалпы? Сол күні сразу іздедік қой. Іздеп, мамасы қасында болған, таппадық. Мен жұмыста болған, маған звондады. Содан туған туыстың арасында жүрген шығар. Балалықпен жүрген шығар деп 25-27 наурызға дейін хабар бермей іздедік, өзіміз іздедік. Еш жерден ешқандай хабар шығып қалды. 5 наурыз үйден шығып кеткен кезде үйде кім болды? Шешесі болды, мамасы. Анасы болды. Мамасы болды. Демек, анасы қызының шыққанын көрді ғой үйден. Көрмей отыр ғой. Байқамаған ба? Байқамай отыр ғой. Жалпы сол күні қыздың көңіл күйі қандай еді? Әйбет болып, әйбет сөйлеп, әйбет нағып жүрген. Ешнеден бір секем алатындай болмаған. Ешқандай білдіртпеген солай. Сюжеттен байқадық.
турмушка чыккан, э? Тұрмысқа шыққан. Качан? 2019 20-ның февралында. Жакшы той болду му? Тойды мен өзім құда сыйғып, өзім той жасап бердім. Құдалар той жасаған жоқ. Жағдайымыз жоқ деді. Бопты дедік, балаларымыз бақытты болса болды, ешқандай нағымаймыз. Балалар бакытты болду му? Міне осы болмай отыр ғой міне. 2-3 рет ара түстім. Алдында да бір рет ұрып, нағылды. Күйөө бала урама не? Күйеу бала ұрған ғой. Ұрып жұмысқа шығармай. Содан араша түсіп алып кетейін деп едім, қайтадан кешірім беріңіз, енді бүйтпеймін, қайталамайым деді. Құдалардың алдына да барған. Мыналарыңыз дұрыс емес. Құданың үйінде 1 жылдай тұрды. Бір кішкене, бір комнатта. Сосын Жұмысқа шығармады. Мен құдаларға айттым, баланы жұмысқа неғып шығармайсыздар. Медсестра болып істейді балапан. Содан мақұл, енді кешіріңіз, шығарамыз деп квартираға бөлек шығарып, сонымен жұмысына шығарды. жакшы. Күйөө баланын исими ким? Нұрмұхамбет. Араларында бала бар ма? Жоқ, бала жоқ. Әлі нәресте сүйген жоқ, э? Жасы нешеде күйөө баланын? 92 жылғы ғой деймін. Бастапқыда ата энесінің қолында тұрды, одан кейін бөлек шықты ма? Бөлек шықты, аға. Бөлек шыққаннан кейін де қол көтерді ме? Оны біз арасына түспедік. Балаларым бақытты болса болды деп көп шақырсақ келмейді. Анда-санда әйтеуір келеді, хабарласып тұрамыз, анда-санда аман Анасының барлық себебі не үшін екен? Жоғалып кеткен кезде анасы жанында болды дедіңіз ғой. Сол кезде күйеу баласы екеуі тұрып жатқан, бірақ анасы барғанда қонаққа. Солай болды ғой. Бір күні қызым звондайды шешесіне. 1 наурыз. 1 наурыз күні. Мен жағдайым нашар, мама деп. Сол күні балаларды жібердім ғой мен. Жағдайым нашар деген кезде денсаулығы ма, әлде Ұрған ғой, күйеуімен дұрыс болмаған ба? Күйеу бала ұрған. Сол күні бастаған, қызымның кірмашасын сатқан сол күні дүниесін. Жақсы, Бір жақ қазір кетеміз деп. эфирге дейін ағамыз сұхбат берген күйеу баласы турасында. Экранға жер салайықшы. Қызымды ұрған, қорқытқан, денесінде бұрынғы ұрған кезінде де қолдарын бүйтіп ұрған екен. Қандасыма көрсетті, мына саусақтың бәрін көге өртіп, бүйтіп бір-бірден ұрып, ішінен ұрады екен, ішінен тебеді екен ылғи. Сондайның бәрін қызым айтқан ғой, үйге әкпесін айтыпты. Осындай деп, жаңағы телефон өз барған күні. Соның қызымда келгеннен кейін уайымдатпайық, оның несін түсірмейік, қызым келгеннен кейін үйге ешқандай ештеңе сұрақ алғамыз жоқ. Кішкене өзін-өзі кесін, көңілі орнына түссін деп ештеңе айтқамыз жоқ. Жақсы, аға, енді түсініп алайықшы, саусақтарын көгала қойды ұрған дейсіз. Бұрынғы ұрған телефондарды түсірген қандасыма. Немен ұрған сонда? Білмейміз, ұрып, қолдарын ұрады екен. Әрбір саусағы көк күйдіріпті, жазылыпты. Бұған не болған десе күйдірді деп. Жалпы күйеу баланың есі дұрыс па? Бұлай тегі келеді, анда-санда келеді ғой, сөйлеспейміз ғой, аман болды, тып-тыныш болып жүреді. Полицияға бердіңіздер ме арыз? Сол күні жаңағы алып келетін күні полицияға берген, қызымды алып келетін бірі күні. Скорый шақырған. Полиция келді ме? Скорый келіпті, участковый үйін шақырып, содан кейін докторға барып көрсетіпті, содан кейін барып, бәрін бітіргеннен кейін баланы үйге көшіртіп келдім ғой. Алиманы емдеген дәрігермен сұхбаттастық. Алғашқы белгілері қандай еді деп сұрақ қойдық, экранға зер салыңыздар. Қабылдау бөлімшесінде толық зерттеліп тексерілгеннен кейін ол жерде компьютерный томография дейді, соны түсіріп УЗД-гі УЗИ брюшной полосты түсіргеннен нейрохирург және травматолог дәрігерлермен қаралып, оған бастың беткей жарақаты диагнозы қойылды. Бастың беткей соққылары және арқаның беткей тіндерінің соққылары деген диагноз қойылып, бірінші медициналық көмек көрсетіліп, амбулаторлық ем алуға жергілікті ауруханасына қайтарылған болады. Беткей жарақатына көгеру, соққы алғанда көгеру, қанталау, қан құйылу, ісіктер, соққыдан алған солар жатады. Бұның барлығы сол күйеуінің тигізген зардабы ма? Солай болып тұр ғой. Жақсы, аға, енді бір күні аман есен үйге келеді, одан кейін ауруханадан қашан шығады? Ауруханаға сол күні барып келген ғой, болды, сол ешқай барған жоқсын. 2-сі, 3-і, 4-і, 5-і үйде болады. Үйде болды. Осы күн аралығында күйеу бала келді ме үйге? Келген жоқ. Хабарласты ма қызға? Сол телефонын алып алмаптық та, біз сол телефонмен хабарласып отырған ғой. Жақсы. Осы күн аралығында күйеу бала хабарласпаса да, ата енесі құда-құдағи хабарласты ма? Жоқ, құда-құдағи хабарласты. Ол жақтан ізім қайым ешқандай ақпарат жоқ. Жоқ. Сонымен 5-і күні қызыңыз үйден шығып кетеді. Күндіз кешке 4 мен 5-тің арасында.
анасына ескертпеген. Жоқ, білмеген ғой. Өзімен бірге нені алып кеткен? Ештеке, үстінде киімі, телефоны болды. Құжаттары қалды үйде. Түгел документ бәрі үйде, түгел. Ештекесін алмаған. Жақсы, жаңа сөз арасында айтып қалдыңыз, кір машинаны сатып жіберген деп. Не жағдай? Қандай кір машина? Жоқ, өздерінің жаңа өз дүниесі ғой, ақша жоқ деп, соны сатып жіберген ғой. Жалпы күйеу балаңыздың жұмысы бар ма еді? Жоқ, такси айдай ма, сондай. Машинасы бар ма онда астында? Машинасы болғанда сол 1 ай бұрын ба, 2 ай бұрын қызымның атынан салоннан машина алып мініп алыпты. Кім? Күйеу бала. Машинаны кредитқа алатын болса, кредит ала берудің өзі тәуелділік қой үлкен. Кредит ала берудің өзі тәуелдік. Егер бір тәуелдігі бар адамның, міндетті түрде ол басқа да тәуелдіктері бар. Қызымның атынан ғана алған ғой соны бәрін. Басқа да тәуелдіктері бар деген сөз. Ал ішімдік ішетін бе еді, не болмаса наша шегетін бе еді? Білмейміз, ішкенін көргеніміз жоқ, білмейміз. Күйеу баланың ба? Иә. Қызыңыздың ше? Жоқ ондай. Жағымды әрекеттер жоқ. Жоқ ол. Жақсы, несие туралы айтып қалды ағамыз. Тілшілерге сұхбат берген екен. Экранға зер салыңыздар. Қызымның атынан кредит алған күйеу бала 5-6 кредит алған, мені звондап жатыр бәрі. Онымен қоймай жаңа салоннан машина алған. Қызымның атынан машина алып бірге мінген. Баламды қызымның жүгін алып келгенде мына машинаны бірге алып кеп қойды. Өткен ол қызымның атында тұрған машина. Қызым жауап береді. Міне машинасы айдап келген салоннан алған машина. Міне машина тұр, міне номерімен шаң басып, міне 3 ай болды ма балам жоғалғанына, 3 айдан бері міне тұр машина. Міне көріңіздер машинаны. Балапаным аман есен, құлыншағым аман есен үйіме босағама оралып, балапаным үйге оралса екен, соған қолғабыс берсеңіздер. Міне машинасы салоннан алынған машина, жүрмеген, қалай тұр, солай тұр, міне шаң басып. Бұл көлікті демек күйеу баланың үйінен алып келдіңіздер ғой сіздер? Сол жаңа көшіретін күні бәрі күйеу бала бәрі үйде болған ғой, барып. Қызды, төсек орнын, көлігін бәрін алып келдіңіздер? Бірақ алып, сол күні алып келгенбіз ғой, алып келдім ғой балаларға. Сонда ажырасуға нақ қадам жасаған ғой қызыңыз? Мен айттым ғой, бұл қызымды әбден 1 ай болыпты жұмыс істетпей үйде ұстап отырған ғой, машинаны алғаннан кейін кредитке. Әрине. Қызды жұмысқа шығармай үйде қамап ұстапты ғой. Ұрып соғатын адам ол ертең. Қызыңыз қайда жұмыс істейтін еді? Медсестра болып жұмыс істейтін. Медбике болып жұмыс істеген. Руслан, қазір мына жерде бір заңды сұрақта, қыздың басында орамал бар, иә? Сол қыз кезіне намазға жылған қыз еді, жоқ тұрмысқа шыққан соң ба? Сөрге барғаннан кейін сол орамал. Енді үйленіп жатқан кезде намазхан жігітке шығып жатыр ма? Ол жігіттің талабы ғой, сен орамал тағасың деп. Ондай талапты қандай жігіт қояды? Намаз оқитын тақуа жігіт талап қояды әйеліне. Сен де орамал жабынасың, осылай 5 уақыт намазға көшесің деп. Намаз оқымайды екен жігіт, өтірік екен. Бірақ сондай талаппен кигізген ғой енді, жамылдырған ғой қызды, иә? Өз киініп жүрді айтып, білмейміз. Сөрге барғаннан осындай болды. Әпсі ашық, өзіміз сияқты жүретін балам болған ғой. Таяқ жеп төркініне келген Алиманы күйеуі қайта алып кеткен бе? Ерлі зайыптылар қазір бірге ме? Шытырманға толы оқиғаны шағын жарнамадан соң жалғастырамыз. Жолдасынан зәбір көрген қызым 3 айдан бері ізім ғайым жоқ. Жамбыл ауданының тұрғыны Жексенәлі Өмбетжанов көремізден көмек сұрап дабыл қақты. Айтуынша 25 жасар қызы жайлы 3 айдан бері еш дерек жоқ. Ал құзырлы органдар қауқарсыз. Ең сұмдығы көп ұзамай Алиманың заңды некедегі күйеуі де із түссіз кеткен. Ерлі зайыптылар бірге жүрме? Алиманың ата-анасынан жасырған қандай сыры бар, көреміз. Аға, енді сізге сұрақ қойыншы, жалпы өздеріңіздің күдік күмәндарыңыз қандай? Күйеу баладан күдіктен отырмын, сол алып. Демек 5 күні күйеу бала қызыңызды алып кетуі мүмкін бе? Мүмкін болады ғой, мүмкін. Мәжбүрлеп. Бүткіл ауылдан, таксистерден, көшеден, бүткіл ауылдан сұрадық. Қыз таниды ғой бәрі, ешкім көрмеген. Ешкім таксине мінбеген. Ешкім таксине мінбеген. Аға, күйеу баланың да жоғалып кеткенін қашан білдіңіздер? Сол 5-нен бастап күйеу баласы телефон өшірген. Жоқ, содан. Содан кейін іздеп енді құда-құдағай үйіне бардыңыздар. Құдағиға бардық. Не дейді олар? Балам барса білмейміз деп. Содан кейін үлкен кісілерді өзіміз үлкендерді жібердім. Үлкен ақсақалды, әйелімді, жеңгелерімді алдынан өтейік. Бала сіздің де бала, біздің де бала. Дұрыс. Жоқ, онда да біз білмейміз. Кішкене дұрыс емес жауап берді. Қыз енді әкеге қарағанда анасына жақын болады ғой. Анасынан сұхбат алдық. Соңғы күндері ерлі зайыпты ғұмырлары қандай еді қызыңыздың деп. Экранға зер салыңыздар.
Киім кешектері алып келдік. Екеуінің арасында жаңағы жағдай дұрыс болмайтынын білдік. Соның кейін барлық дүниесін өзіне арналған міне аз ғана дүниесі міне әкеп біз олардан ештеңе алғанымыз жоқ. Міне қыздың мына қолымызбен тігіп берген көрпе жастық, міне сандығы, киім кешектері, артық берді ештеңе жоқ. Сол екеуінің арасы жақсы болмайтын болғаннан кейін осы көрпе жастығын алып келдік үйге. Ендеше студияға Алиманың анасы Фарида ханымды шақырамыз. Фарида апа, амансыз ба? Қызыңызды соңғы көрген сіз болып тұрсыз ғой? Иә, әрине. 5 наурыз қыз үйде еді. Иә, 5 наурыз күні. Көңіл күйі қандай еді, тәте? Көңіл күйі кішкене жақсы болған. Кішкене өзін-өз кесін деп біз қатты сөйлеп қинағанымыз жоқ та. Өзін-өз кесін, қызды өзін-өз кішкене өзін-өз келіп, көңілденсін деп артық сөйлеп тиіскеніміз жоқ. 1 наурыз күні алып келдіңіздер ғой? Сол кезде үстінің барлығы соққы дейді дәрігерлер. Иә? Иә. Сұраған шығарсыздар, бұны жасаған кім деп? Әлде айтпады ма? Жоқ, оны Жақшылбай айтпады. Алиманың мінезі тұйық бе еді сонда? Иә, кейде көңілді сөйлейді, ашылып. Кейде өз мінезі тұйық болып қалады. Не үшін күйеуі дәл осынша етіп қол көтерген? Себебін анықтай алдыңыздар ма? Екеуінің арасында енді кішкене ақша деп алып бер дейтін сияқты сол. Қызғаныш болды ма деп ойлаймын, күйеу балады. Немене қызғаныш? Соны былай орамалын салып өзін-өзі бүйтіп жамылып жүріпті. Мүмкін көргендерін жасыру үшін. Жүрген тұрған үйінде жан-жақтан адамдар келеді екен. Соны қыз өзін-өзі қорғау үшін жабық орамал салып кішкене өзі сөйтіп жүрген, бірақ намаз оқымаған. Жұмысқа шығармай қоюында себебі сол шығар. Қызғаныш. Солай аға, солай қызғанышпен. Жақсы, соңғы күндері бір пәтерде тұрыпты ғой, пәтер жалдап. Иә, пәтер. Кейін аралары кішкене кекілжің болғанын кейін ата-енесі оларды бөліп шығарды. Біз айттық, қызды жұмысқа тұрғызыңыздар, соңғы бөліп шығарыңыздар өздерін дедік. Өздерімен өздері болсын дедік. Сол өздері жеке пәтерде тұрды, күйеуі екеуі. Із-түзсіз жоғалғаннан кейін сол пәтерге бардыңыздар ма? Мен бармадым. Екі балам. Аға, сіз бардыңыз ба? Балалар барды. Балаларым барды. Таппай келді ғой? Жоқ, ешкім жоқ деді. Жақсы, енді біз журналистер үшін әрбір факт, дәлел айға қажет, сондықтан біз сол бір жалдалмалы пәтерге ат басын бұрдық. Экранға зер салайықшы. Алима мен Нұрмұхамбет Әлмерек шағын ауданындағы шағын баспаналардың бірін жалға алып тұрған. Алайда ерлі зайыптылардың көршілері олардың жоғалғанын кейін біліпті. Ана бір Алима деген, Алима мен Нұрмұхамбет тұрыпты ғой, білесің бе? Мада тұрған, е? Бір жылдай көрші тұрса да, бұл жігіт ерлі зайыптылардың ешқандай ерсі қылықтарын байқамадым дейді. Айғай шу, ұрыс керіс естімеген. Жоқ, енді сіз көрші тұрып біраз көрдіңіз ба? Былай ұрысқан бір нәрсе, ондай білмейсіз ба? Жоқ, оны тыныш кетіп жүрген адамдар ғой. Намаз оқиды ма екеуі де? Оқымайды ғой. Бірақ оранып жүреді, енді оқитын оқымайды. Күйеуші? Күйеуі оқымайды ғой. Көршінің берген ақпаратын пәтер қожайыны да құптайды. Үй иесі Алиманы ізетті келін, жолдасын жауапкершілігі мол азамат деп сипаттады. Олар бір жылдан аса тұрды ғой деймін. Иә. Олар ешқандай конфликт ондай болған жоқ. Мен әйтеуір айына бір рет барам. Енді көршілерім де біледі ғой, көп келмейді. Бір рет барам, жұмыстармен ары бір өткенде барам. Анау молодец, ата жүр шай ішіңіз деп. Ешқандай проблема айтқан жоқ. Ол уақытында ақшасын беріп, никогда ондай неткен. Соны кейін артынан кейін естідім, маға екеуі ұрысып осындай болды, мен таңғалдым әке. Қазір енді ең сорақысы құда мен құдағи келінді де өздерінің ұлын да іздемей отыр ғой. Сол іздемей отыр ғой. Біз ең болса баланы тауып беріңіз, сіз де келіңіз деп барсақ, біз білмейміз. Енді керісінше айтады, сіздің қызыңыз алып кетті ма деп, сондай өзімізге неға жасайды. Жақсы. Жәмила хан Арғынова деген кім болады сіздерге? Мен туған жеңгем. Көреміз тілшілері Жексенәлі мырзаның жеңгесінен сұхбат алды, экранға зер салайық. Бірақ құдалардың көңілі маған ұнамады. Ұнамағанда жаңағы бейбі хам отырды. Соны айтып едім,
айтты сіздер ұзын ағашқа роскаға беріпсіздер, бізге бермей ақ қойыңыз, бір жақтан ғана іздеу салайық деп айтты деді. Мен айттым, осы қаланың ішінде болса тесіктерді бәріміз екі жақта бірігіп іздейік та деп едім. Сіз қай шұқырын іздеп табасыз деп сөйтті. Кім айтты оны? Құда айтты. Қай шұқырынан іздеп табасыз деді. Мен айттым, енді жүрген жері бар, несі бар ма, дос-жарандары бар ма, баланың өзіңіздің дос-жарандарыңыз бар ма, сұрастырайық та деп едім. Жоқ, біз бұл жаққа келгелі бері ешқандай дос-жаран ештеңкеміз жоқ деді. Не деген адамдар мынау? Не деген отбасы өздері. Сонымен көреміз, тілшілері дереу құда мен құдағидың үйіне барды. Мақсатымыз жауап алу, ұлының һәм келіннің мекен жайын анықтау болатын. Экранға зер салайықшы. Келін алып кеткен. Иә. Үйінде кетіп, сол үйінен жоғалып отыр. Енді мен маған қайта Жоқ, сіздің балаңыз үйде ме сонда? Менің балам жоқ, тоже кетті. Келін звондап алып кетті. А сіздер іздемейсіздер ме сонда? Істемеймін. Взрослый люди не істеймін деп. Екеуі бірге кетіп отыр ғой. Келін алып кетіп отыр ғой. Немеге мен. А сіздің ойыңызша бір жерде тұрып жатыр ма сонда олар? Тұрып жатыр, конечно. А бөлек жерде? Потому что келін өзі звондады. Бірге тұрайық, мен қателеспін. Осылай деп өзі звондап алып кеткен балам. Қайда тұрып жатқандарын белгісіз. Үйден келіп алып кетті ме? Звондап алып кетті. Кімге? Нұрмұхамедке звондады. Сосын кейін екеуі бірге кетті. Өзі келген жоқ бірақ. А Нұрмұхамед үйден... Келгісі келген, мы сказали, келмей қой. Раз кеттің ба? Келмей қой. Уже ана не первый раз. Неше рет кеткен. Мен айтарымды айттым, жақсы. Басқа ештеңе айтпайсыз. Сіздерді кіргізе ма үйлеріне, әлде осылай шығарып сала ма? Өткенде барғанда әрең кіріпті. Сұранып қойғаласыз. 5 адам, 6 адам жібердім ғой, мен өзім барған жоқпын. Дүкен кісілерді жібердім. Алиманы қайын атасы неге айыптады? Екі жастың жоғалуына құдалар арасындағы араздық себеп болуы мүмкін бе? Алиманың жұмыс орнынан көреміз тілшілері қандай жайсыз мәлімет тапты? Шағын жарнамадан соң жалғастырамыз. Үш жыл отасқан ерлі зайыптыдан 3 айдан бері хабар жоқ. Жексенәлі Үмбетжановтың айтуынша тұрмыстағы қызы 3 айдан бері хабарсыз кеткен. Ізінше жас келіншектің күйеуі де із-түзсіз жоғалады. Бір қызығы, қыздың ата-анасы дабыл қағып іздеу жарияласа, жігіттің ата-анасы мүлде қамсыз. Олар тіпті ұлдарының үйден кеткенін келіні мен оның төркінінен көріп отыр. Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Студияға Жексенәлі ағаның жеңгесі Жәмиляхан Арғынованы шақырамыз. Амансыз ба? Амансыз. Сонымен құда-құдағидың үйіне өзіңіз бардыңыз? Бардық. Қалай қарсы алды құда-құдағи? Құда-құдағилар есікті ашпай қойды. Сонымен қаттырақ есік тұрып едім, балам ұрысты өзімнің. Мама, ұят болады, қалада үйді ұрмайды деді. Енді алып шықпайды дедім. Сон бір 2-3 рет қаққанда барып, кеп есік ашты. Барып үйіне кірдік, бәріміз отырдық. Әңгімені бастадық. Әңгімені бастаған кезде жаңағы мен айттым, айналайын құда-құдағилар, біз сіздермен ырыңдасып, ұрсысып, анау-мынау қылыққа келгеніміз жоқ. Екі жақ бірігіп іздейік қызымызды, қызы да ұлды да іздейік. Жоқ іздеп келдік дейсіз ғой енді. Жоқ іздеп келдік. Білетін болсаңдар айтыңдар деп отырсыз. Иә, білетін болсаңдар айтыңдар. Ал білмесеңдер, сендер білмесеңдер де біз білмесек, осы Алматының чұқыр-чұқырын екі жақ бірігіп іздейік дедім. Естідіңіз сөйтіп. Сонда не деді? Сонда құдағилар айтты, жоқ біз іздемейміз деді. Қазір құдағидың сұхбатына назар аудардық қой, сол кезде айтып отыр, 5 күні келін өзі хабарласып, ұлымды шақырып алды, содан кейін екеуі кетіп қалды, қазір екеуі бақытты баянды бір жерде панылап отыр дейді. Осыған сене аласыздар ма? Жоқ. Сен алмаймын. Сенсек бір хабарын айтатын еді, аманбыз деп. Ең болмаса қыз бізге бір звонок айтып, әке шешемен аман жүрмін десе болды, басқа іштеген керегі жоқ. Жоқ, мүмкін шаршап кеткен шығар сіздерден де ана жақтан да. Жоқ, екеуміз ғана өмір сүрейікші осы. Бәрі арасына түспейміз ғой, біз сөйлемейміз. Бізден шаршатындай емес, біз қызымыз бір ауыз сөз сол оны ғана барып алып келеміз. Жақсы, енді күдік пен күмән қандай, қайда кетуі мүмкін? Енді қайда кеткенде күйеу бала мен құда екеуі бір жаққа жіберді, сол жақта тығып отыр айтпесе басқа қалай? Құда мен құдағи тығып отыр ма? Солай шығар деп ойлаймын мен өз басым. Мен өзім 4 күні келдім жұмыстан. Келсем үйде екен, бет ауыз кет. Маған амандасуға ұялдыма, жылап, сол бетінен жүйдім да айттым, балам, уайымдама деп.
дұрыс мына жерде уайымдама, әке шешең бар да сен. Жақсы, аға жыламаңыз, иә, сабыр етіңіз. Табамыз Алла қаласа. Екеуі аман болса болды. Сол главный аманбыз. Иә, табамыз, уайымдамаңыз. Сіз жыламаңызшы. бір емес екі қылмыстың ізі шығып тұр менің көзімше. Нақты айтыңыз, иә? Бірінші қылмыс ол нелердің полиция қызметкерлерінің қылмысы. Бұл қылмыс бездействие по службе дейді. Арыз түсті ма, ұрған соққандығы дәлелденді ма, жаңа врач дәрігердің өзі айтып жатыр. Зомбылық көрсетті ма, ол уже тексеріп, тергеп тексерілу керек. Ана бала қамауда отырылу керек. Сіздер іздемеулеріңіз керек, оны орган іздеу керек. Жаңа арыз түскен жерде іздеу керек. Себебі автоматически қазір осыдан бір 7 жыл бұрын автоматически ЕРДР-ға қылмыс тіркеледі. Сол секундта қалай қоңырау шалынды, қалай анау бригада шықты, қолын қалай көрді, сол секундта ол тіркеледі қылмыс болып. Ары қарай сол жұмысты осы қазіргі шейін істеп жүрген жұмыстарыңызда полиция жасау керек еді. Ананың бала іздейтін полиция іздеу керек еді. Екінші қылмыс, ана ненің зорлық зомбылық бойынша ол үлкен жауапкершілік. Тем более бетіне тиген, қолына тиген, ашық жерге тиген, ол деген ауыр қылмыс болып саналады. Алима 7 сан адамында олар діни адамдар болып келеді және сондай басымдылыққа, депрессияға көп ұшырай береді. Сондайға, как это? Жаны әуес пе? Әуес, жаны әуес, иә. Нұрмұхамед 8 адамның саны болғандықтан ол контролер. И ол ешқашанда кредитті просто так жазбайды адамдарға. Ол адамдар статус керек, статус. Басқа адамның пайдасын көріп тұру керек. Егер де Алима оған пайдасыз болса, ол дереу ажырасып кететін еді Алимамен. Жалпы пайдасыз пайдалы демекші. Екі жас қалай танысқан? Қызым больницада жұмыс істеген, қалада Алматыда бірінші қай больницада екенін білмейміз. Акушерка несін бітірді ғой. Енді соның атына кредит сол жерде таксимен тасып жүріп, онлайн такси беріп, жұмыстан шыққанда сонда танысып қалған ғой. Сонда танысып той. Жақсы. Соңғы рет қарындасымызды алып кеткен ағасы ғой. Інісі ол Ермахан. Ермахан інісі, иә. Біз енді Ермаханнан да сұхбат алдық. Өйткені інісі өзінің әпкесінің жағдайын білу үшін студияға шақырып сұхбаттасайықшы. Ермахан Жексеналы ұлы. Ермахан, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Әпкеңізді алып кетуге сіз де бардыңыз ғой? Иә. Сол кезде жағдай қандай еді және үйде кім болды? Бір күні жаңа ағам звондады, барамыз деп. Бардық екеуміз бірге. Сөйтіп, жаңа әпкеміз отыр. Жаңа күйеу баланың үстінде, жаңа аяқ үстінен бастап, аяғына дейін балшық. Соған дейін, жаңа күйеу бала қашып кеткен болатын үйінен. Белгісіз себептермен. Әкесі, шешесі де білмеген, бірақ білген, білмеген, білмеймін. Жаңа әпкеміз білмейді, шырпыр болып іздейді, әке-шешесіне барады, әке-шесі біз білмейміз деп отыр. Сосын бізге звондады, ана жезделерің кет қапты жоқ деп, таппай қойды. Содан бір күннен кейін кепті үйіне. Сол күні, келесі күні біз бардық қой. Аяқтың бәрі балшық, қаяқта болған білмейміз. Бірақ енді предположительный ойлар болады ғой енді. Ойладым мен, ана поляның ортасына ма, енді балшық болмайды ғой бекер, барлық жер асфальт, қаланың іші. Ана бір поляда үйлер салынып, не істеп салынып жатқан, сол жерде бір тығылып, өзімен өзі бір торчать етіп жатты деп ойлаймын. Проблемалардан қашып. Ішетін бе еді күйеу бала? Ондайын білмейміз, бірақ намаз оқыған, оның бәрі білмеймін. Қысқаша айтқанда бір показуха сияқты. Біздің Алима әпкеміз алғанға дейін оқып, алғаннан кейін де кішкене оқып жүріп, показуха жасап, одан кейін намазда басқанды қойып кеткен. Жақсы, содан үйге барған кезде балшыққа оранған күйеу бала тұрды. Әпкеніздің үсті көғалы қойма, ұрған ба? Иә, мына қолында, сол жақ қолында ғой деймін. Иә, осы жақтың бәрінде синяктар көп, және мына жерінде бір күйген жеті болды. Сосын бұл қайдан болды дедік. Біз жаңағы алып кеткеннен кейін біз жаңағы милиция шақырдық қой. Сөйтсем милиция жаңа баланы, күйеу баланы 3 сағаттан емес, 2 сағаттан жібере салыпты. Сосын не үшін жібереді деді. Жаңағы медкомиссияның жауап шықпайынша оланы жаңа құқық қорғау органында ұстап отыру керек еді. Олар не үшін жібереді деген сұрақ. Мен ойлаймын, оларда бір связь бар шығар мүмкін сояқпен. Жергілікті орынмен. Ол белгісіз бізге. Жақсы, сонымен ағасы мен інісі болып Алиманы алып кеттіңіздер үйге. Алып кеттік. Жол жөнекей сөйлескен шығарсыздар. Өйткені ата-анасы
қызымызды үркітіп шошытып алмайық деп қоя бердік, сөйлеспедік дейді. Сіздерге айтқан шығар. Енді ер азамат болғаннан кейін қарындасқа, әпкеге жан ашиды ғой. Мынау не сұмдық, Алима, не болды деген кезде не деді? Ол кісі бүйтіп басында біз жолда қайтып келе жатқан, алып бара жатқан кезде ешқандай ашылып ештеңе айтылған жоқ. Ол жерде на месте ондай болған жоқ. Бар айтқаны, біз сұрадық, Алима, шынымен қайтасың ба бізбен? Или біз сөйлесіп, әке-шешеміз шақырып, тағы да бір сөйлесейік пе дедік. Жоқ, болды, мен үзілді кесілді қайтам деп жауап берді. Біз оны соңына дейін сұрадық. Қайтам деді, алып кеттік барлық заттарымен. Күмән мен күдік екі жасты құда мен құдағи бір жерде тығып отыру мүмкін бе? Әрине. Басқа менде жеке, міне бауыр ретінде басқа ешқандай күмән да күдік те жоқ. Мақсат қандай? Не үшін? Егер олар аман болса, аманбыз, біз осында жүрміз, іздемей ақ қойыңдаршы, біз бақыттымыз деп айтар еді. Иә. Демек, олар жаңағыдай бала жаңағы азартный ойындарға берілген бала. Ол айтылу керек. Азарттық ойындарды ойнайтын бала. Сондай бір себеп бар. Бұл ақпарат қайдан алдыңыз? Ол ақпаратты әпкем берді. Алима айтты ма? Алима айтты. Сол үшін басындағы бірінші айқай шу, ұрыс керіс. Және сол себепті несие алдырған ба? Иә, оның барлығы сол үшін. Құданың есімі Рахат қой. Біз Рахат мырзадан сұхбат алдық. Ұл қайда, келін қайда, жалпы ерлі зайыпты қандай еді деп экранға зер салайықшы. Нұрмұхамед пен Алима екеуі үйленгеннен кейін 1 жылдай бойы біздің қолымызда тұрды келін. Содан бір айдай кішкене жақсы тұрды да, 1 айдан кейін жаңағы неше түрлі өнерлерін шығара бастады келін. Жатып алады, шықпай қояды. Түстен кейін сағат 2-де тұрады, кешкі 5-те бірақ тұрады, өзі біледі. Біз неткен жоқпыз оған. Жарайды, не істесе оны істесін деп. Содан ақыры неше түрлі спектакльдерді қоя бастады. Жаңағы жатып темекі тартып жатады үйде. Сұмдық-ай. Мен сұрау міндетім, темекі тартады дейді. Жоқ, Өтірік ол. тартқан емес. Ол тек бір жақсы сөз айтпайды. Құда мен таңғалған бала бағып отыр ғой. Ермахан, сізге әпкеңіз айтты, иә, жезден ойын құмар жігіт. Иә. Бұны айтуға да бір негіз керек қой. Өзіңіз сұраған шығарсыз. Негіз керек қой дегенде, ол звондамас еді. Қай түрі деп айтты? Ау? Ой, жаңа құмар ойыны қай түрі екен? Онлайн түрі. Неше жылдан бері салыныпты? Бұл бала оған дейін де, менің әпкемді алғанға дейін де құмар ойынмен ойнаған бала. Оны қарызы шаш етіп бәле болған ғой ол. Иә, сондай болған. Онысын біз білген жоқпыз. Онысын бізге құдағи да ешкім ештеңе айтылған жоқ ол туралы. Бірақ әпкеміздің өзіне айтқан екен. Ол кісі айтқан жоқ бізге ол туралы. Бұл әңгіме бір рет шықты. Бір рет қарызға кіргізді ғой жаңа әпкемнің атынан. Ол қысылып жаңағы кредиторлар звондай берген соң бізге звондады емес пе? Әйтпесе звондамауы да мүмкін еді. Айтуға мәжбүр болды ғой сайып. Мәжбүр болып отыр, иә. Сонымен Рахат құданың тағы бір сұхбаты бар, экранға зер салсақ. Ол ана сол келін терезені сындырып осы үйден ұрыс керіс шығарған кезде жаңағы құданың өзі келіп көрген, осы терезенің стеклоның сындықтарын жинап осы жерде келіп, сонда құда айтқан, бұларды екеуін жеке шығар, оңаша шығар, өздерімен өздері тұрсын деп. Жарайды деп сол оңаша шығардық қой, міне оңаша өздері бөлек 2 жыл тұрды ма, 2 жылдан артық тұрды. Неше түрлі былыққа кірген, в общем. Бұл енді Алимада да мына екеуінде де психологиялық не бар, екеуінде де травма бар. Мынау неменеге жабысып алды білмеймін. Алима дейді тұрады. Ана келіннің де негізі психологиялық бір балалық кезінде алған травмасы бар, в общем. Күйеу бала деп айтып отқан жігіт негізі психологически действительно дұрыс емес жігіт қой. Мен ойлаймын, Ермахан, сен жаңағы Алиманың ағасы бар, бәрін жиналып, жігітше былай шығарып алып қылқындырмадыңдар ма дейсіз, ана көгергенді көргеннен кейін ұру керек еді ана. Оны біз көрген жоқпыз ғой, басында көгерген жерлері бар екен, біз байқаған жоқпыз. Орамалдың астында болды ғой. Иә, киімнің астында болғандықтан айтылған жоқ. Темекі шегеді ана. Тағы да бір нюанс. Ол қыз не үшін орамал тақты деген әңгіме қайдан шығады? Ол қыз жаңағы әпкеміз папамның қарындасымен сөйлесу барысында айтылған әңгіме. Атамның көзі түскендіктен, атам үйдегілерден қорғанып тақтым деген орамалды. Ол әңгіме содан шыққан. Мен мына кісіні көрдім ғой, жаңағы атасын, қайнатасын да, енесін де біз үйіне барған кезде жаңағы кіре салып ұрыс шығарды да, жағадан алып бас салып құдағи жүгірді бізге қарай. Сөйтіп біз әрең тоқтаттық. Қойыңыздар, біз сіздермен ұрысуға келген жоқпыз дедік.
бұл жерде жаңағы бала не үшін қашады, жаңа адвокаттың айтқан сөзде. Үлкен кредиторларға наличка берілетін жаңа бандит сымақтар, былайынша айтқанда. Сондайлардан қарыз қалған, содан кейін ондайлар үркітіп отыр да, қыз табылса, бала да табылады. Баланың өмірі құрып кетуі мүмкін. Алима мен Нұрмұхамед шетел асуы мүмкін бе? Құзырлы органдар не дейді? Шағын жарнамадан соң тарқатамыз. Қызым жоғалды. Жамбыл ауданының тұрғыны Жексенәлі Үмбетжанов 25 жасар қызын таба алмай дал. Айтуынша күйеу баласы қызының атынан несие алып, әбден қарызға батырған. Тіпті әйеліне су жаңа көлік алдыртып мінген. Алайда Үмбетжановтардың күйеу баласы Нұрмұхамед Шакиров та сол күннен бері із-түзсіз кеткен. Жолдасынан зәбір көрген Алима қазір қайда? Тілшілерімізге полиция мен прокуратура қандай мәлімет берді? Көреміз. Енді осы жағдайдан кейін арада наурыз, сәуір, мамыр, маусым 3 ай өтті. Әріптестерімен, Алиманың құрбыларымен сөйлесіп көрдіңіздер ме? Сөйлестік. Хабар жоқ. Хабар жоқ. Жақсы, енді біз журналист болғаннан кейін Алиманың соңғы істеген жұмыс орнына атпасын бұрдық. Әріптестерінен сұхбат алдық. Экранға зер салайықшы. Алиманың жұмыс істеген орнын тілшілеріміз көп іздеді. Анықтағанымыз, Алима Әлмек 2019 жылы ғана мемлекеттік медициналық мекемеде 2 ай акушер болып жұмыс істеген. Бұдан кейінгісі белгісіз. Дегенмен тілшілеріміз оның өткен жылы еңбек еткен қызмет орнын тапты. Мына жерден ешкім келмей ма қазір? Иә, уақыт сағат 3:30-да бітеді ғой, жұмыс уақытта. Бұл қыздың жүзін жасырып отырғанымыз тегін емес. Сөйлесе келе Алимаға қатысты біз мүлде күтпеген тосын мәліметке тап болдық. Досрочно 888.917 теңге. Бұл қалғаны, иә? Иә, қалған. Ал мен бірақ алдыңғы 3 ай төледім, енді осы ай төлеймін. Қараңыз, 1 миллион алынды 23 август күні. Иә. Ежемесячный платеж 45.198 теңге салынып тұрды. Клиенттен Алимадан салынып тұрды маған ақша. Яғни бұл қыз өткен жылы Алимаға 1 миллион теңге несие алып берген. Бастапқыда Алима ай сайынғы төлемді әріптесіне аударып отырған екен. Оның чектері мен екеу ара әңгімелерінің скриндеріне дейін сақталған. Алатын кезде ақша сұрады ғой сенен, сол кезде не деп сұрады енді, машина алу үшін? И қанша уақытта берем деді сонда? Бастапқыда 3 күнде берем деді. Сосын 3 айда берем деді. Сосын тағы 3 айда берем деді. Сосын февральда ғана неде жазылып тұрғандай, тағы неге жазға дейін уақыт берейін. Жаздым алғашқы айына дейін уақыт берейін деп мен сөйлескен кезде, соңғы рет сөйлескенде сөйтіп айтты. Студент қыз қазір амалсыз Алиманың қарызын өзі өтеп жүр. Бірақ өзгеге жақсылық жасаймын деп басына бәлетлеп алғаның ата-анасынан жасырады. Себебі оларды уайымға салғым келмейді дейді. Сонымен анықталған дерек 2022 жылдың 23 тамызында әлгі қыз құрбысы Алимаға 1 миллион теңге несие алып берген. 3 ай қатарынан Алима оны өзі жауып жүрді дейді. Одан кейін ізім ғайым жоқ болып кетті. Қазір енді сол бір несиені өзім арқалап жүрмін дейді. Осы жағдайдан хабардарсыздар ма? Мына балам звондап айтты ғой, қыз жоғалғаннан кейін қыз звондап деп міне балама. Балаларының мына бауырларын тауып звондап. Жоқ, сол кредит алып жатқанда екеуі ерлі-зайыпты болып келіскен болу керек. Қой, әйтпесе енді оны зорлықпен, қорлықпен банкке жетелеп апарып, ал деп ешкім алдырамайды ғой. Оны енді өзің қол қоясың, өзің фотоға түсесің ана жерде. Тексеруден өтесің. Тоқтайтын. Біз білмейміз ғой алдында не болғанын. Бәрін қазір онлайн жасауға болады ғой. Тұрмысқа шыққанға дейін кредиті болған жоқ па? Жоқ. Қыз кезінде кредит деген Алима өз бетімен күйеуге шықты, квартира жалдап тұрды, өз бетімен оқыды. Бәріне өз жеткен қыз. Ол үйде отырып, бұлай тренировкада қатысқан, Қырғызстанға барып бас жүлдеде кубокта жеңіп келген қыз. Муайтай. Муайтай? Бокс. Айналысқан қыз. Көп. Біз таң қалдық. Мен бауыр ретінде таң қалдым. Бүйтіп сүмірейген бүйтіп қалған бір сүмірейіп қалған баланы қайдан тауып келді деп мен таң қалдым. Мен сұрадым өзінен, жаңағы молдаға апарып көрейікші. Оқытып алған деп менің бар ойым сондай. Адамнан бұндай өмірден шаршайды. Шыны керек қой. Кім күнделікті кредит төлеп, күнде артынан кредиторлар звондай бергенге адам шаршайды. Оны мен бар ойым әпкемізді оқытып алған бұл.
Жоқ, оның түрі момын болса да, ол контролер. Біз енді осы істі назарға алғаннан кейін Жамбыл аудандық полиция бөліміне де бардық. Экранға зер салыңыздар. Сол да үйінен кетіп қалған ғой. Екеуі бірге кетіп қалды деп отырғанымыз біздің сол қазір оның. Ал енді мынандай бейне бақылау камералары іс жерге түспеген ба? Барлық жерлерді, бұлар жүрді жеген жерлердің барлығы қаралып жатыр, пока бейне бақылауларға түспеген енді. Олар Қазақстаннан шығып кетуі мүмкін ба? Олар Қазақстаннан заңсыз жолмен шығып кетпесе, біздің заңсыз жолмен шыға алмайды. Өйткені іздестіру ісі бойынша белгілер тұр да. Күйеуі Нұрмұхамбет кіммен араласады? Оның барлық туысқандарын нелері бойынша біздің өзіміздің жұмыстарымыз жүргізіліп те жатыр. Достарын нелердің барлығын енді мынау алашқа жарысап біз жасап отқан жұмыстарымыз сіздерге айта алмаймыз. Өйткені бізде қағаз жүзінде барлығы жасалып жатыр. Оны бізге бұл контрольдағысы ғой, енді бақылауда тұрған іс. Оны біз әр апта сайын жасалған жұмысымызды, жасаған ісімізді барлығын өзіміздің департаментқа баяндап отырамыз. Бар, жоқ, тірі, аман дегенге қатысты. Қазіргі уақытта біз айтар едік, ол екеуі де аман деп, енді жамандыққа жормаймыз ғой, аман деп ойлаймыз екеуі де. Сол екеуінің ең басты себептісі, біз ойлаймыз бұл екеуі тыныш өмір сүру үшін семьялары кішкене азаларын алғаннан кейін бөлек кетіп қалып, ешкімге көрінбей жүрме деп. Негізі қарызға батқан адамның өмірі ештеңемен салыстырмалы. Ол әкенді, шешенді ешкімді танымай қалады. Өйткені барлық ойы қарызға кетеді. Мен енді мынаны бір өзімше жомала келсем, қарызға бірінші жаңадай ойындарға батқан, одан кейін сіздің әпкеңізбен танысқан, одан кейін барып бір мүмкіншілік көрген, жұмыс істеп жүргеннен кейін енді әр ай сайын жаңағы несі бар, отчислениясы бар, бұған несие береді, жаңағы автокөлікті де алып отырсыздар несиеге. Соның барлығын алып, бұл енді қарызы жауып жатыр. Енді қыздың бірге кеткені деп ойлап отырмын. Иманы бар қыз ғой, сондықтан кішкене өзіне сыбайлас ретінде көріп отыр ғой деймін бұны. Өзі жаңағыны тастамайын деп. Бірақ баланың психологиялық тұрғыда менің ойымша өте нашар. Не көрсем де жолдасыммен бірге көрейін деп кеткен бе қыз? Деген ойлаймын. Өйткені кішкене бір енді жанашырлық болып тұр да қызда. Қалай болса да енді шын түсініп тұр. А бала амалсыздықтан солай істеп жатыр. Өйткені ол уже ақты қараны түсінбейді. Қарыз жан жақтан батқанда адам енді білмеймін, өмірмен ғана қоштасатындай ғана басқа шара көрмейді. Сондықтан бұлар енді бір жерге тыныш, ол бір тыныш өмір сүреміз деп емес. Жан жақ проблемадан қашып кетіп отыр енді. Аға, сіздер прокуратураға да шағым жазыпсыздар, иә? Біз енді жолай прокурордың да кабинетіне бас сұқтық. Ол кісілерден де сұхбат алдық, экранға зер салыңыздар. Хабарсыз кеткен дерегі бойынша қылмыстық іс тіркелген. Бізге арыз түскеннен кейін біз аудан прокуратурасы қадағалау тәртібінде қылмыстық істі материалдарды зерделеніп, осы жылдың сәуір айының 29 жұлдызында қылмыстық істі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы бірінші бөлігіне, яғни адам өлтіру дерегі бойынша қайтан сараланып, тиісті тергеу амалдар жүргізуге нұсқау бердік. Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары және іздестіру амалдары жүргізуде. Жексенәлі мырза, Фарида ханым, салмақтың барлығы қазір енді сіздер жақта ғой. Өйткені өздеріңіздің үкілеген үміттеріңіз. Біз барынша ақпаратпен қолдаймыз. Осыны көрген күллі қазақ елі дұғада болады. Құрметті ардақты ағайын, Алиманы немесе күйеуін Нұрмұхамедті көрген, білген жандар болса, қандай да бір ақпарат сізге белгілі болса, көреміз редакциясының нөміріне дереу хабарласыңыздар. Өйткені Алиманың артында, Нұрмұхамедтің артында да іздеп отырған жақындары бар. Бастысы екі жұп аман болса игі. Ал одан кейінгі шешілмей жатқан мәселелерін ел болып бірге шешеміз. Өмір ғой, мүмкін, ғажайыпқа сенегіші. Осы бағдарламаны Алиманың өзі көріп отыру мүмкін. Сондықтан камера. Не айтар едіңіз қызыңызға? Сол бір сіздің сөзіңізбен бағдарламаны тәмамдайық. Құрметті халқым, барлықтарыңызға рахмет. Қолғабыс тигізіп, бір ауыз жылы сөз айтып,
қолдап қоршап отқандарыңызға, мына Ботақаным, Алимашым, жаным, бар болсаң, көріп отырсаң, бір телефон звонок берсең аманмын деп. Аман есен. Қандай қарыздарың болса да екеуің жүктарыңды жазбай, егер қосылып ажыраспаймын десеңдер, жауап береміз, малымызды бәрін сатамыз деп айтшы. Бір үміт болшы сол байғұста да тығылып отырсын. Жақсы. Бұл жерде жақсылықта, қуанышта келуіңе. Біз жақсы көреміз, қандай қиыншылық болса да. Аман есен табылса екен деп күтіп Олар табылу керек. жақсы. Ол жерде қаражатта басқа да маңызды емес, маңыздысы дендеріңіздің амандығы. Сондықтан Алима, Нұрмұхамед, егер бізді көріп, естіп отырсаңыздар, дереу жақындарыңызға хабарласыңыздар. Сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай, өте абай болыңыздар.